Әкемді қалай намазға келсем болады, алыстау кісі дейді. Рауане, сіз өзіңіз келіңіз бірінші. Өзіңіз келгенде мейіріммен келіңіз. Мен намаз оқыдым деп әкеңізге, бауырыңызға, жақыныңызға діңкілдемеңіз, жамандамаңыз. Бізде бір әдет бар, намазхан болса болды, елдің бәрін жек көріп кететіндер бар. Намаз оқыса болды, менікі ғана дұрыс, мен Құдайдың алдында тазамын, қалған бәрі тозақ, қалған бәрі адасқан, қалғанын бәрінікі дұрыс емес, сен ғана инстанциясында жер бетінде. Осы оқысаң да сенікі дұрыс, оқымасаң да сенікі дұрыс. Қаз дауысты Қазбек би атаң айтады. Суды тереңдеме, қолыңдағы таяғыңды малып көр, өз сөзіңді мақұл деме, көпшілікке салып көр дейді. Көпшілік мал емес, көпшілік тобыр емес, көпшілік адасқан емес, көпшілік жаман емес, ол да бір халық. Сондықтан сол атанаң, туысың, жақынға жексұрын болмаңыз. Намаз оқыдым деп, оларды діңкілдеп, оларға даусыңды көтеріп, сөйтіп сөйлемеңіздер. Қайта намаз оқып, ораза ұстаған сайын сен төселу керексің. Намаз оқып, ораза ұстаған сайын сенде сабырлықтың шкаласы көтерілу керек деңгейі. Түсінікті ма? Ал бізде наоборот болады. Жынданып, жек көріп, қабағын шытып, астағфирулла деп анаған тиісіп, мынаған тиісіп. Қайда? Иман, ислам соны үйретті ме саған? Пайғамбар саллаллаху алейхи саған соны үйретті ме? Бірін-біріне жамандауды үйретті ме? Қияметтің күні біреу үшін жауап бермейтініңді нағып білмейсің сен. Жарайды, оқыған екенсің, күшті екенсің, намазхан екенсің, сенен артық адам жоқ. Бірақ неге сен біреуді төмен көресің? Аллахтың алдында, Алланың алдында сен жаман деген адам жақсы болып кетсе не істейсің? Айтшы. Алланың алдында жақсы болып кетті сол. Сен жаман болып қалдың, не істейсіз? Қай жерге барасыз? Сондықтан мына оқыған сайын үйдегілерге, туыстарға мейірімді болыңыздар. Сол сен мейірімдігіңмен дұға қылсаң, Алла оның жүрегін өзіне ашады.